Ассалаумағалейкум, қалайсыздар ағайындар? Міне, сіздердің өтініштеріңізбен тағы да бір Америкадан видео түсіруді жөн көрдім. Бұл жолы мына артымдағы өзіміз тұрып жатқан апартамент туралы айтатын болам. Бұл жақтағы ерекшеліктерді көрсететін болам. Бізде таң аттық, қолымда әдеттегідей кофе. Не үшін таңертең түсіріп жатырмын? Себебі бізде күндіз күн өте ыстық, 45 градусқа дейін жетіп жатыр. Сосын Калифорнияда қазір өрт маусымы, күндіз бір түтін болады, жайбарақат осылай жүру мүмкін емес. Сондықтан қызық болса тамашалаңыздар, бірге көрейік. Ертең бір еске алып, өзіміз көретін бір әдемі видео болар. Қызық болса әрине ары қарай жалғастырыңыздар, болмаса бұл видео әдеттегідей өзімнің YouTube каналымда архивте сақталады. Күн енді шығып келе жатыр. Мынау біздің апартаменттің көше жақтағы көрінісі. Осындай бірінші қабаттың барлығын көше бетін кәсіпкерлерге беріп қойған. Ресторандар ашып қойған, дүкендер бар. Мынау бассейннің алдындағы стейк пісіретін жер. Ерте келгендер осы орынды алып, өздерінің стейгін пісіріп, мына жерде тамақтанып, шомылып демала береді. Мынау екіншісі. Бассейн қатты суық емес, бізде күн ыстық. Сондықтан таңертең ешкім жоқ кезде осылай көрсетіп алайын дегенмін сіздерге. Мынау отырып телевизор көретін жер. Достарыңызбен отырып, пісірген стейктеріңізді осы жерге әкеліп қойып, жесеңіздер де болады. Мынау әзірге жабық тұр, бірақ мынау джакузи. Бұл қысы жазы ыстық болып тұрады. Қысқаша көрінісі осы. Бұл бірінші бассейн. Тағы да екінші бассейн бар, оны қазір көрсетемін. Барлығыңызды қызықтырып отырған бір сұраққа бірден жауап беріп кетейін. Өйткені бұл біз үшін, қазақтар үшін өте маңызды. Терен апартамент айына $2000 мен $4000 арасында. Айына теңгеге шаққан кезде баға ұшып кетеді, білем, түсінем. Бірақ Америка үшін, әсіресе Калифорния үшін бұл ақша аса бір қатты қымбат болып есептелмейді. Әрине, бұдан да қымбат жерлері бар, бұдан да арзан жерлері бар. Өзіңіздің ыңғайыңызға, өзіңіздің қалтаңызға қарап. Мысалы, біз не үшін бұл жерді таңдадық? Себебі біріншіден залға жақын, екіншіден әдемі жерде тұрғымыз келді. Неге десеңіздер, екі мезгіл жаттығу, тренировкадан шаршап келеміз. Сондықтан үйге келген кезде бір демалатындай үй болсыншы деп қарадық. Басқа жерлерді көрдік, айына $1800, $1900, бірақ $300-400 арысыне берісіне дедік та, дұрыстау жерге көшіп, дұрыстау жерде тұруды жөн көрдік. Қысқасы осылай. Енді қаланың орталықтарында немесе басқа да элитный мықты райондар бар. Ол жерде баға тіпті қымбат. Құдай қаласа чемпион болған кезде мүмкін сондай жерлерде тұратын шығармыз. Ал ары қарай тамашалаңыздар. Бассейннен шықтық. Қызық болып жатыр ма? Қызық емес па? Қазір білесіздер, өздеріңіз Америкада көбісі ит асырайды. Итті өзінің баласы сияқты көреді, тіпті адамнан артық жақсы көреді, кейбіреулер әрине. Сондықтан Американың әр апартаментінде иттерге арналған өзінің саябағы бар, орны бар. Қазір көрсетем, бірақ таңғамаңыздар, жарай ма? Міне мынау жасыл шөп, ұзыннан ұзақ. Осы апартаменттегі иттердің саябағы. Кәдімгідей итіңізді алып келесіз, серуендетесіз, ойнатасыз, жүгіртесіз. Ал мынау иттердің душы. Итіңіз ыстықтап кетсе, мына жерге шомылдырып аласыз. Мынау енді иттің нәжісін тастайтын жер. Біреу итін серуендетіп жүр. Қандай үлкен жер. Білмеймін, қанша соттық бой есептелетін, бірақ осындай үлкен жерді итке арнап қойған. Бұл біздің үйдің арты. Фонтан. Мына жерде де өздеріңіз көріп жүргендей өзіміздің стейк пісіретін жеріміз. Қонақтарыңыз келсе, осы жерге отырып тамақтанасыз, шай ішсеңіз болады. Мына жер
кішігірім кинотеатрымыз, шахмат ойнайтын жеріміз. Міне, үйдің арты осындай тамаша бір керемет көрініс. Осы жер маған ұнайды. Өзім үшін ең жайлы, ең қолайлы, ең бір мамыражай жер осы жер. Күніге кешке осы жерде отырып, мынаны от жанат, жағып қойып, аяқты үйіп жылып қойып, үйдегілермен сөйлесіп, бала-шағамен хабарласып, достарымен сырласып, телефон арқылы әңгімелесіп, ауылды сағынғанын жеткізіп, біраз осындай сағынышты күндерім осы жерде өтеді. Бұл орындар кішігірім пати өткізуге арналған орындар. Егер сіздің үйге қонақтар келетін болса, туған күніңіз болса, осы жерге ар жақта стейк пісіресіз да, осы жерге дастарханыңыз жай жіберіп отыра бересіз. Адам өмірінің әртүрлі кезеңдері болады ғой. Бұл да біздің бір өміріміздің бір кезеңі, бір жарқын сәттері шығар мүмкін. Осыны бір видеоға түсіріп естелік ретінде сақтап қойғаным өзіме де дұрыс шығар. Мысалы, қазір мен ауылдағы өзімнің балалық шағым өткен үйге барғымақ келеді, көргімақ келеді, бірақ бәрібір ыңғайсыз, бөтен адамдар тұрып жатыр дегендей. Сондықтан осы видеоны түсіріп атқандағы өзімнің бір қуанышым, ертең бір 10-20 жыл өткеннен кейін көріп, еске алып, шіркін-ай осындай кездер болған екен ғой деп, сол бір өткен шаққа бір көз жүгіртіп, өткен шаққа бір саяхат жасайтын бір видео болады деп түсіріп жатырмын. Енді әрине біреулеріңізге бұл мүлде қызық емес болуы мүмкін, біреулеріңізге өте қызық болуы мүмкін. Әрине көп адамға қызық екенін білем, өйткені маған көбіңіз жазасыздар, аға әртүрлі видеолар түсіріңізші деп. Сондықтан осындай видео түсіріп жатқаным ғой. Ғимараттың ішкі жағы, жаңа сыртын көрсеттім ғой, мынау енді іші. Қонақтарыңыз күтетін жер. Бұл жер жалпыға ортақ. Кім бірінші келеді, сол осы жерде мерекелей береді. Мына біздің кішігірім офис, бизнес кездесулерді осы жерде жасайсыз, презентациялар жасайсыз. Суыңызды, басқаңызды холодильникке қойып қоя бересіз. Осы апартаменттің тұрғындарына ортақ дүние. Тамағыңыз жасай бересіз. Микроволновый пештері бар. Мына бөлігі кітапхана, әртүрлі кітаптар бар. Егер кітап оқимын десеңіз, кітапты алып алып, мына бір жерлерге жайғасып аласыз да, кітабыңызды оқи бересіз, немесе киноңызды көресіз. Қысқасы, барлық жағдай жасалған. Не үшін $2,500, не үшін $4,000 апартамент екенін өздеріңізді сезіп біліп жатқан шығарсыздар. Тұруға да, жүруге де, өмір сүруге де өте ыңғайлы. Егер сіз бау-бақшаны жақсы көретін болсаңыз, гүл өсіруді жақсы көретін болсаңыз, онда осы жер сізге таптырмайтын жер. Онда жағдайын жасап қойған, кезге гүлді сатып алып келесіз. Хоббиіңіз болса да, егер гүл өсіру, сөйтіп гүл өсіре бересіз. Қазір көрсетемін. Міне, неше түрлі гүлдер өсіп тұр. Осы жерге келіп, өзіңіз бір бөлігін алып аласыз да, қалаған гүлдеріңізді өсіресіз. Мына жерде қателеспесем, біреулер құлпынай өсіріп қойыпты міне. Біздің кішігірім бау-бақша осы міне. Ал ары қарай көше. Есік алдындағы отыратын жері. Кішігірім фонтан. Енді бұл жақ маған қатты ұнамайды, себебі шум көп. Мына жақта көшеде машиналар жүрген екен. Міне, үйдің алды жағы ғой, апартаменттің. Мына көше. Жан жағының барлығы осылай абаттандырылған. Гүл егілген неше түрлі жемістер де бар.
біздің апартаментте тәртіп өте қатал күзетшілер бар. Кешкі сағат 10-да барлығы жабылады, стейк пісіретін жерлер, басқа жерлер, себебі таңертең ерте жұмысқа баратындар бар. Солардың да жағдайы жасалған. Сіз түнгі 11-де, түнгі 12-де достарыңыз шақырып алып, стейк пісіріп, шулап, жаңағыдай көңіл көтере алмайсыз. Ал таңғы 8-де барлығы қайтадан ашылады. Тәртіп бар, дұрыс демаласыз, ешкім сізді мазаламайды. Сондай әдемі жер. Мына жақ екінші бассейн жақ. Мына кісілерге кішкене қолайсыз, себебі мына жақта шулайды, кішкентай балалар келеді. Бассейн ішіне кіріп барлығын көрсетпей ақ қойын, кәдімгі көрдіңіздер бағана. Мына. Осындай, бұл екінші бассейніміз. Бұл жердің ерекшелігі, бұл жерде жаңағы стейк пісіретін жер жоқ, бұл жерде таза шомыласыз. Мынау біздің фитнес орталығымыз. Бұл мына іш жақтағы бөлігінен, іш жақ бетінен көрсеткендегі көрініс қой. Бұны өздеріңіз біраз көріп садыңыздар ғой. Видеосын салып отырдым. Мынаны жаңағы көрдіңіздер өздеріңіз. Офис. Неше түрлі жиындар өткізе беретін жер. Парковка. Бірінші қабаты 5 қабат парковка бар. Көліктерге арнайы ыңғайлы орын жасалған. Біздің почта. Почта келсе, өзіңіз арнайы жәшіктеріңізден ала бересіз. Неше түрлі рекламалар тастап кетеді, оны әрине қоқыс жәшікке тастайсыз. Егер сізге үлкенде бір зат келетін болса, әрине мынаған сыймайды, білесіз. Осының ішіне кілт тастап кетеді. Осының ішіне кілтті аласыз да. Ол кілтте нөмір болады, мында 28P деген сияқты 27P. Осын басып, ашып, үлкенде затыңыз болса, осы жерден ала бересіз. Осындай әбәдемі, тап-таза біздің поштахана. Ары қарай сіздерге нені көрсетейін? Парковканы көрсетейін. 5 қабатты парковканы айттым. Қазір 5-ші этажына шығамыз. Ұзына бой дәліз, апартаменттер осылай орналасқан. Бірінші келген кезде кәдімгідей адастығы, қай жерде не барын білмей, көрдіңіздер ғой, өздеріңіз битіп кеткен. Қай жерде мұсыр тастайтын жері, қай жер, шығатын жері, қай жер, 4-5 шығатын жер бар, біреу артынан, біреу алдынан деген сияқты. Паркингтің осылай 1, 2, 3, 4, 5 қабатты паркинг. Ары қарайғысы әр осындай шыға берісте. Алхамдулилля. Сау бол дедіңіздер ма? Рахмет. Мынандай бір мұсырхана бар. Мұсырыңыз тастайсыз, буфеті осымен бірінші этажға түседі. Мұсырханасының өзінің қандай тап-таза екенін көрдіңіздер ма? Мынау паркинг. Біраз адамға қызық болсын деп көрсетіп жатқан ғой. Міне, мынау 6-шы этаж. О, күн шығып қалды. Бұл жерлерде көлік жоқ. Бұл біздің кішігірім жаттығу залымыз. Залдар жабық кезде жаңа айттым. Осы жерде жүгіреміз. Балалар кеп скейтбордпен сырғанайды. Мынау енді апартаменттің үстіңгі көрінісі. Неше түрлі вентиляторлар көрдіңіздер ма?
мынау айналасы. Негіз қазір сәл тұман болып таң ғой, тұман болып көрінбей тұр. Негіз айналамыздың барлығы мынау 4 жағымызда таумен қоршалған. Мынау да ең маңызды, ең керек жерлердің бірі. Жұмыс орны. 4 компьютер орналасқан, принтер бар, сканер бар. Кез келген құжаттарыңызды осы жерде басып шығарсаңыз болады. Ойындар жоқ, бірақ компьютерде. Counter-Strike ойнамайсың. Мына осындай әдемі дизайнмен керемет қылып жасалып қойған. Мына жерде картаның бейнесі. Қазақстан көзге оттай басылды. Осындай әдемі жұмыс орнымыз бар. Ары қарай мына бет кішігірім демалыс орны. Жарықтық мына телевизорда әбден FIFA ойнап ек Жәнібек екеуміз. Достарыңызбен келіп кино көрсеңіз болады. Мына жаққа қосып алып өзіңіз ойнасаңыз болады. Кейде апартамент арнайы жаңа кинолар шықса осы жерге көрсетеді. Не бар тағы? X0 ойнайтындар үшін. Көріп жатсыздар, қызық болып жатыр деп ойлаймын. Осындай бір әдемі жерлерде күндеріміз өтіп жатыр. Канал ауыстыратын жері. Үлкен бөлме ғой бір. Көрсеттім жаңа main stage. Сіздерге бір нәрсені көрсеткен жоқпын, ол өзіміздің бөлме. Көрсеткім келген жоқ. Қатын балашаға ауылда болған екен. Бір киіміміз ана жерде, бір киіміміз мына жерде жатыр. Сондықтан кәдімгі үй, кіресің оң жағында. Айтпақшы бір директ фильм түсіріп едім ғой. YouTube каналымды ақтарып көрсеңіздер, сол жерден шығады. Соның ішінде бар біздің бөлме көрсетілген. Оң жағында жаңағы кухнясы, пол, мына жағында бөлме. Кәдімгі үй ғой. Солай ағайындар, тамашалағандарыңызға көп рахмет. Қызық болды деп ойлаймын, ұнады деп ойлаймын. Бұл енді әрине бұл видео өзім үшін ең бірінші естелік видео. Екінші, өздеріңіз көп сұрадыңыздар, әртүрлі видео түсіріңіздер деп. Бұл да бір қызық видеолардың бірі болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да шама келсе жақсы дүниелер түсіруге тырысам. Айтатын ең маңызды тағы да бір ой келіп отыр. Бөлісе кетейін. Біз көп жағдайда үй салған кезде немесе салынып қойған үйімізді бір әдемілегіміз келеді ғой. Ішін жақсы жиһаздармен толтырып, сыртын бір кереметтей бір әсемдеп, көрген кезде көзге бірден түсетіндей сұлу қылып істегіміз келеді ғой үйді. Әрине дұрыс-ақ шығар, бірақ көп жағдайда біз үйдің сыртындағы сұлулығына мән береді екенбіз да, ішкі жылулығын ұмытып кетеді екенбіз. Үйдің ішіндегі аура, үйдің ішіндегі сыйластық, үйдің ішіндегі бір-біріне деген қарым-қатынас, үлкеннің құрметі, кішінің ізеті деген сияқты дүниелердің барлығын, үйдің сыртын қалай сәндегеніміз сияқты үйдің ішіне де сондай аураларды керек болса қолмен, керек болса сөзбен жасауымыз керек екен. Біз ойлаймыз, үйді сәндеп қоямыз, болып қалған сыйластық қарым-қатынастар бір өзімен өзі болып кете беретін, өзімен өзі орын ала беретін дүние сияқты қараймыз. Үйіңнің сырты өзімен өзі сәнделіп кетпейтін сияқты, аспаннан жиһаз үйіңе салбырап түспейтін сияқты, үйіңдегі керемет жылулық, керемет атмосфера, бір береке, тыныштық, бір комфортный сәттер болады ғой, солар өзімен өзі пайда болмайды еш уақытта. Сіз оны өзіңіздің қолыңызбен істеуіңіз керек. Сіз өзіңіз үйдің сыртын әдемілеп сәндегеніңіз сияқты, үйдің ішінде қиналып, ашуланып, кейде кей жағдайларға сабыр етіп болса да, сол нәрселерді жасауымыз керек. Үйдің сырты мүмкін сырттағы адамдарға керемет болып көрініп, етіп, қандай керемет деп айтар, бірақ
ішінде олар тұрмайды ғой, үйдің ішінде сіз тұрасыз. Сондықтан өзгелер үшін емес, алдымен өзіңіздің жүрегіңіздің тыныштығы үшін үйдің ішінде бір реттеп алыңыз. Бұл да бір өте маңызды дүниенің бірі деп есептеймін. Кейде күйбең тіршілікке салынып, кей жағдайларда ең маңызды дүниелерді ұмытып кетіп жатамыз ғой. Кейде қаперімізге алмаймыз, мән бермей жатамыз, бірақ ең маңызды мән беретін дүниелердің бірі осы. Іні қарындастарым көріп отыр ғой мен. Сонымен кішкене бір ағалық кеңесім, бағдарым болсын деп айтып жатқаным ғой. Үйлеріңіздің іші жылы, берекелі болсын, сырты әдемі болсын, үйлесіп тұрсын. Алла нәсіп етсе, берекелі күндерде, жарқын күндерде өмір сүрейік. Америкада қашан тұрамыз дейсіздер. Бұл видеода бір естелік видео болып қалады. Ауылға барамыз. Әзірге шамамыз келгенше осы жақта қызмет етіп жатырмыз. Көк туды желбіретіп, елдің атын шамамыз келгенше шығаруға қадари ғалімізше қарекетімізді қылып жатырмыз. Құдай тағалам бұдан да қызықты, бұдан да берекелі күндерімізді көруді нәсіп етсін. Шаршамаңыздар. Көп сөйлеп қойсам айып етпеңіздер, бірақ мені бұрыннан жақсы білетін адамдар біледі. Біраз әңгіме, біз шал кемпірдің баласымыз ғой, отырсақ болды. Шал кемпірлер аттың басын жібереді ғой. Біз де сол аттың басын анда-санда жіберіп қоямыз. Аман болыңыздар. Келесі видеоны күтіңіздер. Сосын айтпақшы, мен де ана бір видео блогерлер сияқты бір нәрсе айтайыншы. Не дейтін еді? Қай жерінде көрсететінді білмеймін. Лайк басыңыздар, бүйтетін еді. Каналға жазылыңыздар, пікір жазыңыздар, бөлісіңіздер, копировать етіп алып WhatsApp-қа жіберіңіздер достарыңызға. Ассаламу алейкум.